Қайырлы күн, қазақ елі. Жаңаөзен. 14 ақпан. Оған қағаз керек қойылған. Нешінші группа? 11:20. Акимат ғимаратының алдында жұмыссыздықтар. Бүгін 150 адамға жұмыс ұсынып жатыр, соған адамдар жиылып, өзінің фамилияларын күтіп жатыр. Прямойға ма? Прямой. Жағдайлары мүшкіл, мұқтаж адамдарға 150 адамға жұмыс тауып береміз деп. Оның ішінде әртүрлі адамдар бар дейді. Алматының адамы да бар дейді, Тараздың да адамы бар дейді. Магазины бар адамдар да бар дейді. Осылар остро нуждающий деп тізім беріп қойған ғой енді. Оны акиматтың өздері тауып бермей ма дейсіз? Солай. Бергі артқа. Қашың, бетіңді жауып қаш. Жапқа бетіңді жап. Ой, қорқақ білең, әкемнің несіне түсіп тұрғанмен қабар жоқ. Солай әлі тұр жұмыссыздық. 150 адамның списогін берген. Мұқтаж жандар деп, бірақ оның ішінде мұқтаж жандар онша емес. Мына жерде тұрған адамдар жоқ оның ішінде. Әкемнің схемасымен келіпті Нұр Отанның. Неге жоқсың? Басында бірінен бері жүрміз ғой бәріміз. Бірінен бірі кетіп деп Неге? Прозрачно болады. Неге жасырып отырсың ба? Ештеңе бірге жасырып отырсың ба? Жандар шуын қарашы. Көрсін елдің бәрі. Енді де кешемес, әлде де кешемес, кетіп атқан ешкім жоқ. Сол себептен спискінің басынан бастап жіберем. Өкпелемем. Болды, шаршадым менде, сендермен арпалысатын жағдай жоқ менде уже. Қалай мұжа сізді де қандай жоқ та осы спискінің ішінде ғой. Ешқандай не болмасын. Очередьпенен кетсін адамдар. Соны тексеру керек, Қаляпа. Басында айттым өзі 150 орын келді деді ғой, мына жақта жұмыс орын келді. Дегенде акиматқа берейік, өздері жасасын дегенде. Үйді тексеру керек. Енді келіп бізге айтады. Іріктеп отырсақ бізге айтады. Менде сендер сияқты балам, менде жұмыссыз балам. Иә, Жаңаөзен. Жаңаөзен, жұмыссыздықтар. 14 күн болады бүгін тұрғанымызға. Şişemizde adam kuradı bu şişemizde adam. Жігіттер бұл жан жақты жапқан. Karşı tuttu koydu be. Mügedik diyorum. Siz kiminiz?
Арыстағаннан яқтылап басында айтқан сен мүгедектері барларға жіберін тексер болайын жіберін құрсын сенен де басқа жетекші жері бар Қарашы, тыңдан айтпауым бар ғой. Жақта кеше былай болды ғой, 150 адамға өзіміздің арамыздан шығар деп. Солай ма? Бәрі біледі ғой. Енді біз 150 адамды өзіміздің арамыздан шығардық. Ол жерде сызылғандар бар, сосын белгісіз сұрақ қойылғандар бар. Оны үйіне барып тексересің, қарайсың. Бұл бала жұмыста ма, жұмыста емес па деп. Мына кешегі данныйын шығарып бергенде, бұл жерде көбісі жұмыста екен. Әкесі мұнайшы, анасы медбике, апасы жұмыста. Сондайда, сосын оның өзі жаңағы бала, тіркелген бала өзі 21-ші жылғы бала екен. Енді біз енді оны қалай істейміз? Мысалда, оған айтамыз ба, сен бөлек тұрып жатсың ба, әке шешесімен тұрып жатса, бұл спискінің бала сызылады ғой. 21-ші жылғы бала өзі. Егер бөлек тұрып, өз бала шағасы бөлек тұрып жатса, бұл уже птичка қойылады, жұмысқа жіберіледі деген. Біз оны жұмысқа птичка қойғанмен ешкім птичка апарып жіберейін деп жатқан жоқ оны. Оны тек просто тексерейін деп жатыр, қарап, действительно жағдай бар ма, жоқ па. Енді тағы мен айтады, соған келісетіні бар ма, келіспейсің ма сол спискіні? Жоқ, бір ауыздан айтты. Бармай-ақ қойшы, жиналмай-ақ қойшы. Жүреміз бар ма? Жүр. Күнде неге төсің берді? Иә. Жақсы, қайырлы күн болсын бәріңізге де. Мен аяқтаймын эфирді. Мына бүгінгі жағдай Жаңаөзендегі.